қоғамдағы ұлтаралық келісім, конфессияаралық келісім маңызды, өте өзекті. Кез келген мемлекеттің әлеуметтік, экономикалық, рухани дамуына осы ұлтаралық келісім мен конфессияаралық келісімнің ықпалы өте зор. Елде береке, бірлік болған кезде ғана бізде өрлеу, өркендеу өріс алады. Бірлігі жарасқан елдің болашағы жарқын деген даналық сөз бар қазақта, елімізде. Осы орайда ұлтаралық келісім мен жаңағы дінаралық келісімді айтып отқан себебім, бұл екеуі рухани құстың қос қанатындай. Осы екі тақырыпта бізде ынтымақ пен бірлік болатын болса, қазақстандық бірегейлік болатын болса, мемлекетіміздің саясаты әрқашанда жоғарыда болары сөзсіз. Біз Қазақстан әлемдік аренада өзіміздің орнымызды алып келе жатқан мемлекеттердің қатарындамыз. Сондықтан да мемлекетіміздің әлеуметтік, экономикалық даму және саяси тұрақтылығы ол біздің ішкі тұрақтылығымызға байланысты. Ішкі тұрақтылық дегеніміз әрбір азаматтың өзін осы мемлекеттің бір өлшегі ретінде сезінгенде ғана және осы мемлекеттің өркендеуіне рухани жағынан қолдау білдірген кезінде ғана елде тұрақтылық бола алады. Азаматтардың діни нанымына, діни сеніміне, ұлттық, нәсілдік ерекшелігіне қарамастан елдің патриоты, яғни елдің азаматы қазақстандық болған кезінде ғана бізде тұрақтылық бола алады. Ал егер де біз діни нанымызға сәйкес немесе ұлттық көзқарастарымызға сәйкес әр алуандылық танытатын болсақ және бір-бірімізге қолдау білдірмейтін болсақ, біздің еліміздің қарқынды дамуына, әлеуметтік, экономикалық және ішкі саяси тұрақтылығына ол кері әсер тигізуі мүмкін.